Соңғы 10 елда Россияда орташа температура 0,5 градусқа көтерілген. Климатта мындай тез өзгерішнің әлі болғаны жоқ еді деп білгішлер. Бұл атнада хауа тұрышына бағышланған зор дүния саммиті Әзербайжанда Бакуда өтті. Білгішлерге шансан 2025 ел кішілік тарихында еңістісі болашақ. Тоқайдағыша желде уақытында есіп, яңғырда уақытында жауатырған күннер өткенде қолып бара. Қышқа да біз қорсыз кіреміз. Келесі атына нормадан 5 градусқа жылырақ болашақ. Біздің yoqlarda табиғатның жылынуы тұрмыш ешкен енді йоғынты ясый башлады. Оның үстінлігі һәм қиынлығын иде болашақ. Гүлнәс Сайфеддинова репортажы. Ноябрь ортасында Анталияда ғана түгел, әміне біздің Татарстан туфрақларында да бұл апельсин үлгірі вақыты. Еш ағаш, бұлтыр бірінші тапқыр бергенде ол, міне екінші жеміш беру анын айы. Өзі мәктеп директоры, өзі бақшашы. Айдар Шамсиддиновның теплицасында 10 түп лимон, 2 апельсин, гранат өсе. Жылы яққа барған сайын чемоданына өсінті тұтырып қайта. Олар Түркия, Әзербайжан, Тажикстаннан. Утырта да біздің климатқа ярақлаштыра. Ол мағаш өстіруден әлінеді қиынлығы юанын, шулық. Мұнда февраль башында оқ, мұнда шын яз бола. Олар бүтінісі шешекке бірләне башлай, әйінді цитрусывалар шешек атқан вақытта мұнда ғажайып, хуш жасмин исләре. Бұл ағашны мен айырша яратам, шенкі жемішлері әмінна шынды ірі бұла, хуш ислеп. Орташа бір лимона 500-600 грамм. Шуған көрі әгерді әйінде міне бір сүніссәгіз, рәғадләніп атына бойы шәйші аласыз. Барысы да ем-ешіл жеміш беріп отыра. Гранатның ғына яфрақ қияр шағы жеткен. Бүгін беле шешегі моторлығы үшін теплицада 18-20 градус жылы. Жерге тирен етіп қозып ясаға жылыны сақлай. Айдар Шамсиддинов кебек шұғылы болушылар климаттың жылынуын сезіп яши. Урамда трескучий мороз болса, мұнда нехатлы яулық, нехатлы газ кетер еді. Амында қазір біз сізмен басып тұрабыз. Орташа температура 18-19 градус. И әлбәттә киткен аз күләме, газның күләме бик аз. Біздің климатлар қазір вақытында язда келмей, вақытында күзде келмей. Рафи Сәминов енді 42 ел хауа тұрышын нұқлап күзәтә, агроном ол. 82 елді ши баштадым Киров колхозында. Міне ол жылларда енді біз қайбір жылларны бітіреге туры келді, міне чәчуілеріні бірінші майларға оқ. Қазірде міне ерте шығабыз. Қайбір вақытны 18 апрельде шығып кетеміз біз ішке. Но бір ішкеннен соң погода біздің алдалығына шығып кетеміз да, нары тоқтатта. Бір аратына ішке шығалмыша тұрабыз. Жылыту тегіз бармай қазіргісі вақытта. Климат өзгеріші йығынты ясый тұрған тармақларының бірсі ауыл құжалығы. Құрылығы да яңғырларының құйып яуы да юғалтуға кетер ала. Міне биыл да құры алтын күзге көбіміз сұқланғанда күзгі бұдай басулары стресс кешірген. Дым жоқ биыл. Сарғайған орындары бар ма міне бұл нелерінің? Міне олар бітресі де құрылықтар келіп шыққан ауыру. Яңа стресслардан сақлау үшін тезірек қор ятуын күтәлер. Қолық сынамышларына шансаң, 14 ноябрьде аяққа пішірақ иері екен, демек декабрге қадар суықлар болмас. Қазіргі хауа тұрышын андай күзәтулер білән генә фаразлауда, аңлауда мөмкин дә түгел кебек, әмма гидрометеорология үзәгенең хәбәре белән туры килә. Киләсе атнада да жылы хауа торышы сакланачак. Температура тәүлеккә уртача 3-5 градуска югарырак булачак. Нормадан артык яки ким дигән сүзне хәзер ешрак ишетергә туры килә. Я температура, я явым-төшем. Динамиканы карасак, без күрәбез кышларның кыскарганын. Менә хәзерге һава торышы да безнең инде октябрьдә булырга тиешие, әмма без аны күзәтәбез хәзер генә. Кыш бусагада тора кирергә кыймый. Ноябрь башында кар күрсәтеп, ул ай уртасында ята иде инде. Элек ноябрьдә календарьдә генә көз иде. Ул бездә гел кышкы ай булып саналды. Менә бу атнада апаста каз өмәсе гөрләттеләр. Юласына туры китергән китергәннәр, әмма куелган яфрак өстендәге казлар ямен ала. Уртача айлык гыйнвар айының температурасы 10 ел сайын 0,9 градуска күтәрелә. Бу бик зур значениялар, күрсәткечләр. Җәйге температураларны аның кадәр үзгәрү темпы аның кадәр зур түгел. Әмма аларда да 0,3, 0,4, 0,5 градус 10 елга. В многолетнем рассмотрении также увеличивается. Яум-төшем күләме дә арта, ләкин шулык вакытта корылык та күп. Бу да үзенә күрә феномен. Гадәти 10 яңгыр урынына бер көчлесе ява да айлык норманы үти. Авыл хуҗалыгы өчен бу начар күренеш. Икенче яктан кышның кыскаруы ягулык сезонын кыскарта. Мондый һава торышының уңай һәм тискәре яклары бар. Речники, они живут от навигации до навигации. И с таким трепетом и с такой радостью встречают новую навигацию весной.
и с такой немножко небольшой грустью провожают ее осенью. Бу атна башында елгаларда навигация тамамланды. Апрельдән бирле Татарстан флоты 350 меңгә якын пассажирны йөрткән. Икенче атнага әле тагын бер круиз суднысын көтәләр. Ел әйләнәсендә yüзәр идек ди Роман Лизалин. Навигация эшен берникадәр озайтса да, климат үзгәрүе яхшыга түгел дип саный. Когда уровни воды в реке меняются, Безне елгаларда суның кимүе күбрәк борчый. Безгә рейска чыгу маршрутларын, килеп туктау урыннарын үзгәртергә туры килә. Климаттагы үзгәреш бер илне дә урап узмаячак дип белгечләр. Табигый бәла-казалардан кала икътисади зыян, кисәк бәяләр арту. Климат үзгәрешен модельләр белән исәплиләр, ягъни программалар. Бу безнең парниковый газларның артуы сәбәпле. Анда берничә сценарий бар, аның күпмедер әзрәк, уртача һәм күбрәк күләмдә парниковый газларның артуына бәйле. Ягъни бу безнең бар бүтән галәмәт тә парниковый газларның артуы аркасында килеп чыга. Планетадагы климат үзгәрешенең 80% кеше эшчәнлегенә бәйле. Россия соңгы 35 елда атмосферага зыянлы газлар чыгаруны 2 тапкырга киметкән. 60% территориясе мәңгелек туң булган ил һава торышы белән бәйле мәсьәләләргә бик сизгер булып кала. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Данил Филатов, Одымнар.